Сәлем достар, бұл Нако YouTube арнасы. Біз бүгінгі видеода қалай интро жасау керек үйрететін боламыз. Мен алдыңғы видеода сол интроны жасаған кезде астына комментарий жазып кеткен бір бала топ үйретші деп айтты. Ол үшін біз Panzoid дейтін программаға кіреміз. Бұл Panzoid'ті жазамыз. Немесе мен осы видеоның ссылкасына қалдырып кетемін. Panzoid'ті кіреміз. Тоқта досым, видеоны көрмей тұрып, Мико ТВ арнасы жазылып кетіңіздер. Бұл жақта өте көп видео шыққан, және де подписчигі 100 подписчикке жеткен. Пиар доказса көр, саған рахмет. Осы видеоға кіріп, өзіңе де пиар жасауды алып алуды ұмытпа. Канал описанияда болады. Ал ендеше видеоға кеттік. Клипмейкер деп тұрған, соған кіреміз. О жақтан кіреді, мына жақта интроларды. Осының астына міне More Creatings деп тұр ғой, міне. Соған басамыз. Любой өзіңнен таңдайсың. Қандай интро керек екенін, любой таңдайсың. Мысалы, маған ұстағанда жазсам да болады. Мысалы, менің интром Panda Boy деген. Мысалы, мынаны аяқшы. Осыны аламыз. Сосын осылай кіреді. Ұзақта тұрады, негізі ол. Күтеміз. Мынаны көрдіңіз ме? Төртбұрышты квадратты тұр ғой, міне сол жақта астында. Соны басамыз. Басқан кезде мынандай сөздер шығады. Астыға жүреміз. Мына жерде не жоқ болып тұр? Міне текст деген. Астыға жүре берсең текст дейтін шығады. Сол текстке барасында өзінің каналының атын жазасың. Мысалы, менікі Нако өті. Нако YouTube деген ғой. Барлығына жазып керек, әйтпесе бұл жүзеге аспай қалады. Өте жаман бұл жері. Мен өте көп істеген, біраз ерініп, бірақ барлығына жазып шығу керек. Әйтпесе бұл істелінбейді интро. Соңғысы. Тексеріп алғанда дұрыс, барлығын жазып шыққанына. Өткені бұны загрузить етіп 1 сағат шынын айтсам. Болды, нақтан өзің әрпін таңдайсың. Маған әріп қажет жоқ, тұра берсің. Сосын мынаны астыға түсеміз. Квадрат басқан жоқ па, соны астыға түсеміз. Міне, мына скачать сияқты бір сурет тұр ғой, соны барамыз. Start Video Ranger деп тұр, соған кетеміз. Осы толады. Толғаннан кейін сізде бір 2 сөз шығу керек. Оның біріншісін басасыз да, download дейтін басында сөз шығу керек. Ол файлға скачать етіледі, болды. Файлды скачать етілсе, ол галереяда тұрады. Оны YouTubeға сала беруге болады. Ал сіздерге жақсы үйреттім деп ойдаймын. Ал мен мына видеоны баспаймын, өйткені мен интроны баспай деген қажет жоқ маған. Мен видеоның астында андай бір комментарий үйрететін деген айтқан болатын. Мынандай комментарий, короче, міне каналыма кірейін өзімнің. Мына жерде интром деген видеом бар менің. Соған астына бет жазып кеткенмін, бұлай жазуды. Және осылай жазуды үйретейін ба дейді. Бұны жазу үшін қай жазу керек десеңдер, мысалы, қап-қара жазу үшін мына 2 жұлдызшаны аласыз, оның ортасына келесіз де любой бір сөздер жазасыз. Қараңыз, қара. Мынандай әппақ болып кетеді. Мынандай сыққа бір жазыларыңыз келсе бүйтеміз. Ортасына келеміз, сықтың. Бүйтеміз, болды. Ташлай, мен әріп жазуым керек екен ғой. Кешіріңіздер. Андай, нелер болмайды. Тек әріп жазу керек. Мынандай жазып көрдім. Бұлай барамыз. Қара. Көрінер ме? Осылай жазып үйреніп алдыңыздар. Саған етіп алдыңыздар өздеріңізге. Ал сіздерге видео ұнаса, лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.